Ерекше балалар тәрбиелейтін ата-аналар, жалпы аналарды особенный родители деймін. Ерекше ата-аналар. Көбісі ойлайды, ерекше деп өздерін бөлектей береді деп. Негізінде олай емес. Ерекше деген мағына бұл тек қана сол бір басқа адамдарға ұқсамайтын, басқа бір ерекше қажеттіліктері барды білдірмейді. Жалпы кез келген адам туа біткеннен өзінің ерекше бір қасиеті болады. Ешкімге ұқсамайтын. Оны ерекше ететін, оны бөлек тұлға ететін. Оның өзінің таланттары бар. Оның өзінің Алла берген қасиеті бар деген сияқты. Сол тараптан ең басты ерекше деп атайтын себебім, бұндай ата-аналарға Аллах тағала ерекше сый берген. Ерекше жауапкершілік берген. Ерекше қолдау берген, ерекше күш қуат берген. Өйткені бұндай балалар, жалпы олардың дүниеге келгеннің өзі бұл Алланың үлкен нығметі. Біреулер оны сынақ деп қабылдаса, мен айтар едім, ондай балалар бұл әлемді жақсыға қарай өзгерту үшін дүниеге келген. Сол себепті ондай балаларға қамқорлық көрсету және олардың осы жердегі періштесі болатын бұл ерекше ата-аналар.